Поддержка бар, жастар қайдасыңдар өзі? Ендеше қарсы алыңыздар, бүгін үй болып жатқан, үйленіп жатқан, шаңырақ көтеріп, анасына айдай сұлу келін алып келіп жатқан ортаға қанаттай азаматты шақырайық. Громче, поддержим! Аплодисменты, ladies and gentlemen, окей, аплодисменты! Что-то настроение жоқ сияқты ғой сенің. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы ғой. Орынды көріп тұрсың ғой. Отырғың келіп тұр ма? Отырғың келіп тұр ма десем, иә дейді ғой. Отырмайсың, үстіне шығасың ғой. Шық үстіне. Шығыр. Қазақта сөз бар, қанат. Әйел алсаң не өшесің, не өсесің. Қанат не істеді? Не істеді? Өскенің құтты болсын. Сәмихан апа, қайдасың, апам қайда? Тек қана отыра беріңіз. Балаңызды тек қана өскенін көріңіз. Балаңызды тек қана биіктен көріңіз. Қатарының алды болсын. Мынау өмірде де, қызметте де, жұмыста да тек қана биікте жүр. Деп, биікке шығарып жатырмыз сені. Биікке шығып жатсың бүгін. Мен шығарып жатырмын сені. Бізде Қазақстанды білесің ғой, шығарған адамға не беру керек? Білесің бе? Білемін, одан кейін сөйлесіңіз. Сосын сұрақ, мөлдір сенің қай қолың болады? Қай қолың болады? Оң қолың болады. Қай жерінен орын алады? Конечно, жүрегің асқызған намайды ғой орынды. Оң қолыңды жүрегің ұста. Сол қолыңды көтер. Сосын сен маған қарама, мен ертең кететін адаммын. Сен өмір бойы қарайтын адамыңа қара. Қолыңды көтер, аузыңды жап, көзіңді ашық кішкене. Мөлдірге қара. Қимылдама. Қазақстанда тірі адамға ескерткіш қоюға болмайды, бірақ екі адамда бар. Біреуі Назарбаевта, біреуі Қанатта. Бойдақ күннен қалған соңғы ескерткіші осы ағайын. Бойдақ күннен қалған соңғы ескерткіші осы. Құдағи қайдасың, құдағи? Көңілің болмаса осында ма? Осында сіз бір келіңізші отаға. Құдағиға шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Келіңіз. Не үшін шақырып жатыр құдағиды деп ойлап жатқан шығар? Ескерткішпен суретке түсіп алсын деп шақырып жатыр. Ескерткішпен